Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырдан жасалған өте дәмді салаттың рецептісін бөлісемін. Бұл салатты жаңа жылдық столға дайындауға болады. Ол үшін алдымен бізге қуырылған картоп және қайнатылған бауыр, қызанақ, жұмыртқа, тұзды қиярды дайындап алу керек болады. Алдымен жұмыртқаны суық суға салып 20 минут ішінде қайнатып аламыз. Қайнап шыққан жұмыртқаны салқын суға саламыз. Сол кезде жұмыртқаның сырты жақсы ашылады. Енді бауырдың осындай қатты жерлерін алып тастаймыз. Түтікшелерін және майлары осыған алып тастаймыз. Және оны шұқалап кесеміз. Шұқалап кесіп алынған бауырды мұздай суға салып, орта отта бір қайнап шыққанша, көбігі бетіне шыққанша қайнатамыз. Және оны көп қайнатуға болмайды, қатты болып қалады. Вилканы салып көрсеңіздер, өзі жұмсақ болады. Сол кезде сразу аламыз оттан. Және оттан алынған бауырды салқын сумен жақсылап жуамыз. Салқын сумен жуған кезде ол қатты болып қалмайды. Біріншіден, екіншіден сыртындағы қалып қойған көбіктерінің бәрі тазарып шығады. Мен осылай 2 рет суы мөлдір болғанша жуып алдым. Менің қазір балаларым ұйықтап жатыр, сол үшін жай сөйлеп отырмын. Енді картошканы ашылап алып, оны жуып, ұсақтап турап, немесе қырғыштан мен сияқты өткізіп, оны суық суға салып қоямыз. Суық суға салған кезде картошканың құрамындағы барлық крахмалдары шығады. 10 минуттай уақытқа алып қоямыз. Енді бұл арада бауырды ұсақтап, ұсыншалап, жіңішкелеп турап аламыз. 10 минуттай уақыт өтті. Картоптың бойындағы артық суларын алып тастау үшін бізге қағаз майлықтарды тарелканың үстіне төсеп, оған картопымызды жайып қалдыруымыз керек 5-7 минут аралығында. Пока ол артық су шыға берсін, бұл арада біз қызанақтың турап аламыз. Ортасындағы жұмсақ сулы жерін алып тастаймыз. Ол бізге салатта суы шығып, салаттың дәмін бұзады. Енді табада қызып тұрған майда картопты қуыра бастаймыз. Көп салмаймыз. Көп салсақ, бір-біріне жабысып жұмсарып қалады. Аздан сала отырып, кішкене ғана қызарғанша қуырып алыңыздар. Арасында күйіп кеткендер болса, оны алып тастауларыңыз мүмкін. Ащы дәмін шығарып жібереді. Осылай барлық картоптарды қуырып аламыз. Енді бізге тұзды, қиярды ұсақтап турап алуымыз керек болады. Барлық нәрселерімізді дайындап алды. Және ең алғашында қайнатылып шыққан жұмыртқаны турауды ұмытып кетпеңіздер. Мен бұл салатқа майонездің орнына қаймақ қостым. Әрине, сіздер өздеріңіз білесіздер. Қоссаңыздар да болады, әрине. Қуырылған картоп болғаннан кейін мен қатты майлы болып кеткен қаламадым. Және бұл салатты дастарханға тартар алдында ғана араластыру керек. Сол үшін мен түскі асқа бір тарелкадай шығатын қылып, көзбен өлшеп отырып араластырып алдым. Және қалғанын жолдасым келгенде кешкі асқа дастарханға тартатын боламын. Ертерек араластырып қойсақ, бұл тұзды қиярымыздың уксусы шығып, салаттың дәмі жаман болып кетеді. Және тағы бір ингредиент ол кукуруза. Кішкене ғана тұз қосасыздар, тұзды қатты көп қоспаңыздар. Міне осылайша салат дайын. Бұл салат өте тойымды салат. Бірінші тамаққа, яғни сұйық тамаққа қасына қосып берсеңіздер, өте үйлесімді болып кетеді. Дастарханға, қонақ келгенге қоюға өте жарайтын салат. Дайындап көріңіздер. Менің каналыма жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.